Қайырлы күн достар, бүгін жүгері жайлы айтатын боламыз. Сіздер білесіздер ме, жүгері ұнынан жасалған маскалар пигментацияны, безеулерді кетіру үшін қолданылады. Менің жас каналыма тіркеліңіздер. Сондай-ақ бұл өнім бетіңіздің ажарын келтіріп, теріңізді ағартады. Өйткені оның құрамында А, Е, селен деген дәрумендер толы. Қайнатылған жүгері терінің қартаюын тежейді. Мамандардың айтуынша, бауыр ауырса, жүгері шашағын пайдалану керек. Ең алдымен жүгері сабағын қабығынан, жапырағынан айырып, шашақтарын қайнаған суға демдеп, шай тәрізді ішіңіз. Жүгерінің құрамында В9, ПП, В1, В2, В5, С, холин бар. Темір көптігінен чемпион. Жүгері дәндерінен ұн, крахмал, спирт, май алынады. Одан түрлі кекс, шелпек, попкорн, құймақтар, нан, десерттер, сусындар, көптеген тағамдар жасауға болады. Ағзадан холестеринді шығарады, қандағы қант деңгейін төмендетеді. Тіпті әйелдердің менопауза, етеккір кезеңдерінде өте пайдалы. Жүгерінің пайдасы болғанымен, оның зияны да бар. Варикоз, тромбоз кезінде қан ұюына әсер етеді. Диабетпен ауыратындарға мүлдем қолдануға болмайды. Немесе аса сақтықпен қолданғаныңыз жөн. Ішек құрылысы ауыратын адамдардың жүгері өнімі іштерін кептіруі мүмкін. Аллергик адамдарға да жүгеріні тұтынуға болмайды. Жүгеріні диетада қолданған дұрыс. Ал сіздер жүгеріні қандай әдіспен пісіресіздер және де қанша уақыт кетеді? Комментарийде жаза кетіңіздер. Кездескенше сау болыңыздар.